Қадірменді көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Бүгін қонақтарымыз студия төрінен шайға сенше таныс болыңыздар. Бүгінімізде қонақта Түркістан облысы Арыс Файт клубының мүшесі, Азия чемпионы Ақнұр Айдыл және де жетекшісі Асхат Борықбаев мырза. Қош келдіңіздер. Қалдарыңыз қалай жеттіңіздер? Жақсы. Тамаша, ең бірінші мына спорт түрімен басасыз, бір ерекше спорт түрлерінің бірі. Жалпы кішігірім таныстыра кетсеңіздер. Бұл спорт түрі атауы әмбебап жекпе-жек деп айтылады. Бұл спорт ерекшелігі, бұда полоса препятствия болады. Одан кейін барып рингке барып төбелеседі. Бірінші спортшылар екі жақта сапта тұрады. Одан кейін полоса препятствия дейді. Бірінші неден забордан секіреді. 2-20 метрлік забордан секіріп барып, одан рукоходка болады. Оның биіктігі 2 метр. Содан үстінен секіріп, 8 метрлік ұзындыққа қолмен жүріп, одан түсіп, одан кейін шпалы болады. Оның биіктігі 1-20, қалыңдығы осындай, аяқ зорға тұрасыз үстінде. Содан жүгіріп, үстінен өту керек. Өткеннен кейін, одан түскеннен кейін туннель астынан өтесіз, 3 метрлік туннелден өтіп барып, алдыңызда тирный стрельбище тұрады. Алдыңызда бортик шарик болып қояды, шар. Содан дәлдеп атасыз. Если тисе, келесіге ауысасыз, если тимесе, штрафной барып, туннелдің астынан қайтып өтіп. Қайтан атама? Одан кейін пышақ береді, 2 пышақ. 3 метрлік расстояниеда. Оны бөрене болып қояды, сол бөренеге қадау керек. 2 пышақ, 2 попытка береді. Если бір попытканы қадапсаңыз, уже неге қарай рингке барып жүгіріп, рингті ұруға болады. Рингті ұрып, одан кейін шөрді уже спортшы печаткасын, несін, кафы, шлем бәрін дайындап, кимонода төбелеседі бұда. Соны дайындап шығарамыз. Если спортшы полосадан 20 секунд ерте мен кесем, ана спортшы 20 секунд кешіп кесе 40 секунд. Онда мен төбелеспей, полосадан бұрын кеп, жеңіске жетіп кету мүмкіндігім бар. Бір ерекшелігі. Барлығы сол 40 секунд шешеді? Иә, 40 секунд. Сол үшін тез баруға тырысады ғой? Тез барып, тез жүгіріп, тез орындау керек та заданияны, бәрін задания. Ал заданиям екеуміз бірдей кеп, если екеуміз бірдей кеп қалсақ, ол кезде неге барып, стрельбищеге барып, екеуміз бір атамыз. Мылтықпен шар тигізсем, мына кісі тигізе алмаса, мен ұтам. Сонда разницасы бар. Ал одан кейінгісі мынандай. Если мен шарды да аттым, тирді де, пышақты да қададым, мына спортшы пышақты да, тирді де қадай алмай, бірақ менің шамалы қалып кетті. Бірақ неге пышақпен қадағанға 1 очко, тир атқанға 2 очко. Бірінші раунд, бірінші победа, екінші раунд 3-0 болып раундпен шығам мен. Төбелеске да. Сонымен рингте төбелесіміз жалғасады жүрді. Төбелескенде мен осы пачкам ұтатын болсам, спортшыны ұтатын болсақ, екінші раунд 2-0 мен жеңіске жетіп кетем. Ал ол спортшы ұтса, 3-ші раунд төбелеседі. Қосымша уақыт беріледі. Қосымша уақытта, если ол ұтып кетсе, мен ұтылам. Полосадан қанша жүгіргенмен төбелестен ұтылсам, 2 раунд ол ұтып кетеді спортшы. Деген қиын, ойлап тұрсаң, оймен қашанда ойында тұру керек сияқты. Мен қазір нансесем, нансем керек деген сияқты. Дайын тұру керек міндет. Жалпы, бұны кім алғаш рет жасаған, қалай пайда болған бұл ойын? Бұл негізі, бұл спорт бұрында военный спорт болған. Бірінші военный кіргізбекші болған. Осындай военный спорт. Кейін военный спорттан осындай любительский спортқа ауыстырған. Батырларымыз, балаларымыз мықты шапшаң, ертең елді, жерді қорғайтын мықты спортшы болып, осы спортты любительский ауыстырған. Негізі бұның несі Россияда. Негізі ма? Негізі қалаушылар осы Россияда. Бізге осы Қазақстанға 2013 жылдан бері осы спортпен қолданып келеді, айналысып келеді спортшылар. Ал біз бұл спортты осы 2 жылдан аса төңіректе осы спортпен айналысып келатырмыз. Түсінікті. Сізден сұрайықшы енді. Жалпы қанша жылдан бері айналысып келесіз бұл спорт түрімен? Менің қатысқаныма 2 жыл болды.
Қалай қызықтыңыз? Кішкентай кезімнен бастап қызығам. Әпшем бар, 4 дүркін чемпион. Сол осы спортты қатты жақсы көреді. Содан кейін мен де барып көрейін дедім. Сосын көрдім. Қызық, өте қызық. Қиналасың, бірақ көп қиындықтар болады. Бірақ қызықтығы да бар, қиындығы да бар. Ойлап тұрсаң, басында жүгіріп келетқанда қысынып қалатын сияқтысың, иә, қайдың айтып жатқанына қараған кезде. Қорқыныш болады іштей. Иә. Енді анау спортшы өте алмай қаламын деп қалады, кейбір секіре алмай өте алмай қалады. Негізі бұл спортта хватка қолдар мықты болмаса, біраз қыздарға қиын негізі. Мен көріп жүрмін. Мықты, білекті, күшті қыздар болмаса, былай ана секіріп өтудің өзі оңай емес. Қалай өтіп жатсың? Білмеймін, өту жағы өте оңай болды. Өйткені бізде күш бар. Өте оңай болды. Ал жүгіріп келіп андай интігіп тұрасың ғой, сондай уақытта ату, мылтық ату қиын емес па? Мылтық атуда енді сәл көзе алмаймын, онша қатты. Ода дұрыс атаман, бірақ екіншісінде дұрыс тиді. Пышақ лақтырғанда. Енді анау медальдарға кішігірім тоқталсақ, жалпы қай жерден алдың? Түркістан облысынан алдық. Азия, Түркістан, бокстан да барғам, штангыден де барғам. Наның бірі алтын, иә? Азия чемпионатында берген. Қырғызстанда өткен жақында 2023 жылы өтіпті. Ыстықкөлде. Ыстықкөл, иә. Бұл неге қара? Білмеймін. В общем, бізде бүкіл медаль бірдей болды, бірақ ана ленталары жасыл, көк, қызыл. Лентасына қарай бөлді қоя, сондай. Енді ұйымдастырушылар осындай. Ана жерде жазылған екен, тек кіші. Арнайы істеп шығарған, осындай. Азияға деп. Кішкене жазылған екен, бірақ көрінбей қалды. Тамаша. Жалпы бұдан бөлек тағы да спорт түрімен айналыстым дедің, иә? Ауыр атлетика, бокс, қол күрес арасында, қол күрестен де барам. Тамаша. Спортқа келгеніңе атадан қарсы болмады ма? Бірінші ауыр атлетика қатыстым, мамам, папам қарсы болды бірінші. Қыз емессің ба деді. Артынша Құрманов, Дүйсебек, Жазира Жаппықұлдың тренері келді. Үйде 3-4 күндей келді. Қатыс, бұл қызың чемпион болады, көресің, сөйтіп қатысып кеттім, мамалар рұқсатын берді. Қатыстық. Мен папам да спортсмен болған, боксер. Үйде көп спортсмен бізде. Толығырақ айтып өтші, кім спортпен айналысады? Біздің үйде папамыз, ең үлкен әпшем, екі інім қатысады. Барлығы да осы бокспен, күреспен айналысады ма? Бокс, штанга, иә. Жалпы Арыста осы штанга көтерумен айналысу бізде дәстүрге айналған сияқты, иә? Қызығушылықтар бар ма көп жастарда? Иә, көп. Штангыден де осы алдында бізде Арыстан Жазира Жаппарқұл шыққан, олимпиаданың күміс жүлдегері, 2 дүркін әлем чемпионы Жазира Жаппарқұл қызымыз. Сол қызға еріп, осы қыздарымыз қазір Аллаға шүкір артынан еріп келе жатыр. Штангыден де жақсы, мықты қазір, жақсы жетістіктерге жетіп жатыр. Сол штангыден барып, осы жекпе-жекке ауысты бұл қыз. Бір жағы сол несі де септігі тиіп жатыр. Ауырсат көтеруге ма? Қол күші мықты болғаннан кейін, ана спортқа ауысқаннан кейін бұған оңай болып жатыр да. Жүгіріп өту, паласадан, төбелесу де. Алдында бұл боксқа қатысқан, бокс школасы да бар. Біздің спортқа негізі көбісі әр спорттан келіп ауысып келеді. Біреу дзюдодан келеді, біреу еркін күрестен келеді, әр спорттан келеді. Одан кейін кішкене шынық келгеннен кейін біз ағырып қол аяғын кішкене төбелесуін үйретіп жібереміз. Ағырып алып кетеді спортшылар, тез алып кетеді. Нөлден бастауға болады, ол кішкентай кезден жай постепенно келеді. Көп жаттығулар керек болады ғой. Ал бір спорттан екінші спортқа ауысып, осы жекпе-жекке ауысып келіп жатса, оңай болады жекпе-жекке. Енді анау қалай айтсам болады, дзюдодан бағы ашылмай, күрес алмай, еркін күресте күрес алмай жүрген балалар осы спортқа келіп, бақтары ашылып,
чемпион Азия, чемпион мира болып жатыр. Демек, Септігі көп. бұл спорт түрі әлі толық көп жастар арасында танымал емес қой, сондай, иә? Жоқ, танымал. Өте жоғары танымал. Бұл спортқа қазір бізге өте көп жоғары балдар келіп жатыр залда. Қазір бізде 50-60 шақты спортшыларымыз бар. Кешкі жаттығуымыз бар, күндізгі бар, жаттығуымыз бар. Үш мезгіл жаттығуымыз бар. Сол балдар, жастар өте көп қазір қызығады осы спортқа. Бір жаңа ерекшелігі полосасына қызығады көбісі. Біз жаттығу барысында бірінші спортшылар тренировкадан кейін бір среда күні кросс күндері біз специально спортшыларды жарыстырамыз өзіміз қызықтырып. Полоса қысып. Сол барлық кедергіден өте ме? Кедергіден өткізіп, кәдімгі балдарды жарыстырамыз. Өте қызық спорт. Кеше осы чемпион Азияға бардық. 10 спортшы апардым. Өзім осы Түркістан облысының аға жаттықтырушымын. Осы әмбебап жекпе-жектен. 10 спортшымыздың 7 спортшысы чемпион Азия атанды. Жетеуі? Жас ерекшелігіне байланысты ма? Или салмақ па? Жас ерекшелігіне байланысты. Өте жоғары жетістік. Одан кейін де тағы балдар орын алды. Өте жоғары. Енді алда, құда қаласа, чемпионат мира басталады. Әлем чемпионаты Грузия Тбилисиде 26 күн. Жаңа Азия чемпионы осы медаль алып келген чемпионат қой, иә? Иә, осы кешегі Азия чемпионатында медаль алып келген. Бұл жастар арасында өтті ме? Негізі қалай болды? Иә, жастар арасында. Жасөспірімдер арасында ма? Жастар арасында. Сол жерден алған жетеуі де енді әлем чемпионатына бара ма, қалай? Баратыр, иә. Грузияға аттанасыздар, иә, жақында? Қай уақытта болады, қалай өтеді? 26-сы болады. 26 күні болады жарысымыз. Бір аралығында өтеді. Тағы бір ерекшелігі, бұл айтпаған бір тағы несі бар. Бұл төбелес түрі, күрес түрі болады. Екі түрінен қатысуға болады. Бірінші күні лайт, екінші күні классика. Лайт түрі, қалай айтсам бұл, қазақша күреске де келеді, самбо күресіне де келеді, дзюдо күресіне де келеді, еркін күресіне де келеді. Правиласы бәрі келеді, бірақ кимонода күреседі. Партерде уақыт беріледі, партер құлатып алса, қайып тұрғызады, бәлі жоқ. Самбо күресі сапты, дзюдо күресі. Бір жағынан дзюдодан ауысып келіп жатқан балдар да көп, одан да орын алып жатыр осы спорт. Оңай болады ол кезде оларға, иә? Оңай болады. Оның ерекшелігі көп өте спорт. Жан жақты екен. Жан жақты. Сұрайықшы, неге ауыр атлетиканы тастап, осы спорт түріне көштің? Тастаған жоқпын мен. Қатар алып жүрсің ба? Иә. Мынаған да барам, сағат 4-те ауыр атлетиканың тренировкасы сталады. Сағат 7-те сол унифайттың несі басталады, тренировкасы басталады. Екі жақта жүрем. Яғни екеуінен жарысқа шыға беремейсің? Иә. Мәсі саған. Шаршап кетпейсің ба кейбір кезде? Ауырлық түсіп кетпей ма? Денеге? Жоқ, оңай. Күнде барасың ба, әлде аптасының арасында күн салып деген сияқты бола ма? 4-ші күні тренировка болмайды, сол қалған күндер болады. Суббота, воскресенье демалыс. Үйде де өзің келіп жаттығып жататын кездер бола ма? Иә. Немесе шаршап болды, жетеді деп келесің ба? Тірлік болады ғой үйде. Болады арасында тренировка істеуге, түрмекте, түрнек. Тартынып, иә? Негізі қанша жасында бастадың алғаш рет спорт залына барған кезінде? 2018-де. 2018-де, иә? Ол кезде ойладың ба, осылай Азия чемпионы болам, әлем чемпионатына шығам деген сияқты? Жоқ, вообще ойлағам. Тек спортқа қызықтың болды, иә? Қызықтым, иә. Қазір жасың 17-де. 17-де. Мәссаған. 17 жаста осыншама жетістікте, иә? Енді алдағы жоспарлар қандай? Әлем чемпионы болу. Сондай. Әлем чемпионы болу. Сен Грузияда, иә? Иә, бұйырса. Бұдан да өзге қыздар бар, иә? Иә, бізде. Қанша қыз қатысады? Бізде залда 15 шақты қыз бар. 15 шақты қыз, иә? Бәрі унифайт. Иә, унифайттан. Өзі арыстың өзінен бізде өте көп
чемпион Азия кеше аталып келді. Ергентай Айжан деген қызыңыз бар. Одан кейін тағы Алтынбек Жанел деген қызыңыз бар. Орынбасар Фатима деген қызыңыз бар. Осы қыздарымыз кеше Азия чемпионы атанып келді. Жалпы негізі ұлдар көп пе әлде қыздар ма бұл спортқа? Аралас. Аралас, е? Қыздар да, балдар да. Ертең жарысқа қанша қыз, қанша бала барады? Баратқан бізден Түркістан облысынан 3 қыз, 5 бала барады. 5 бала, е? Жалпылама көрсеткіш бойынша, е? Иә. Сол Азияның чемпиондары іріктеліп, Қазақстанды ұтып, іріктеліп, шыңдалып шыққан балдар барады. Қыздар балдарымыз. Былтыр да барғанбыз, былтыр Ташкентте өткен чемпион мира. Ол жарыста да өзінің оқушыларымыз, именно Арыстың өзінен 3 чемпион мира болды. 3 оқушымыз алды. Ергентай Айжан, одан кейін Бақытжан Дидар деген оқушымыз алды. Нәби Мағжан деген оқушымыз алды. 2 ұл, 1 қыз оқушымыз чемпион мира болып атанып келген. Иә, мынау 2 андай ереже бойынша болады. Біреуі төбелес, біреуі күресе. Күрес түрінен. Сіз қайсысына қатысасыз енді? Төбелес түріне қатысамын. Төбелес түріне, иә. Ертең болатын жарыса төбелес түріне қатысасыз. Төбелес түріне қатысамын. Ол жерде өзіндік ерекшеліктер бар ма? Қандай тактика қолданасыз негізі? Тактика дегенде рингте шыққанда қорқыныш болған кейін не істегеніңді өзің білмей қаласың кейбір кезде. Сол тек стойкада жүремін мен. Арасында күрес, тебу, сондай әрекеттер болады. Азия чемпионатында қандай тактика қолдандың? Жеңіске жету үшін қалай жеңіске жеттің ол жерде? 3 сопернигім болды. Қырғызстан, 2 Өзбекстан, 1 Қырғызстан болды. Бірінші немде сол паласадан ұттым. Паласадан ұтылды. Сол 40 секунд аттым. Ошым не болды? Қайтсам болады. Екіншісі да сондай болды. Ал үшіншісімен төбелес. Төбелес. Жалпы үшіншісі Қырғызстандікі ме, Өзбекстандікі ме? Өзбекстандікі. Қарсыластарың енді танымал, бұған дейінде қаншама жетістікке жеткен қарсыластары көп шығар, е? Иә. Бұның финалда кездескен қарсыласы былтырғы әлем чемпионаты күміс жүлдегер атанған. Өте мықты спортшы тұғын. Енді бұл әбден дайындықпен барып, Алматыда сбор өтті, оқу жаттығуын жиын өткіздік. Арыста 2 мезгіл жаттығу жасаттық. Сол дайындықтың арқасында чемпион Азия атанды. Бірақ мықты болды спортшысы, өте жоғары дайындықпен келген. Енді бізде өте жоғары дайындықта болғаннан кейін Ақнұр қызымыз чемпион Азия атанды. Алдын ала қарсыластарды зерттеп барасыздар ма, қалай болады? Иә, зерттейміз. Өзіммен қалай айтсам болады, спортшылар шығып жатқан кезде мен өзім қарап отырмын спортшыларға. Паласадан қалай өтіп жатыр, рингте қалай төбелесіп жатыр, қай стойкада оң жақта жүре ме, сол жақта жүре ме, қай жерде қалай тебеді, соның тактикасын қарап мен спортшыларға түсіндіріп айтамын. Сен мына жерде былай ұру керексің, мына жерде сен дайындықта кішкене қашып төбелесу керексің. Сол дайындық тактиканы дайындалып, спортшыға дайындаймыз. Сол тактика бойынша жұмыс жасалады. Енді сразу шыға салып, алып та төбелесе салуымыз, кішкене баспен, оймен кішкене айтып түсіндіріп өтеміз спортшыларға. Қарап алып алдымен? Иә, қарап. Ол шыға салысымен төбелесіп кету оңай қиын ол. Ол кішкене қарап, спортшыны зерттеп шығамыз. Айжаннан сұрайықшы, алғаш старт басталған кезінде ойында не тұрады? Қорқыныш тұрады бірінші. Қалай жеңіп шығасың ол кетергені? Қорқынышпен? Қорқынышпен, иә. Өте қатты қорқыныш болады. Дірілдеп қалтырап, анан істей алмай қалмайсың. Неше түрлі ойлар келеді басыңа. Анадан құлап қалсам ше, анадан бүйтіп қалсам ше. Мен папам қатал, ұтылсаң ұрсады. Жеңіссіз қайтпайсың дейді ғой, иә? Ол да бар. Соны ойлайсың бір шетінен. Бірақ сөйтіп келіп,
бірақ чемпион болып шығамыз. Иә. Қаталдық та керек бір шетінен. Жаттықтырушылар төбелесіп отқанда айтып жатады ғой сырт жақтан. Мысалы, аяғыңды үйт, қолыңды бүйт деген сияқты, ұра бер ары қарай деген сияқты. Оны естіп тұрасыңдар ма? Естуге мүмкіндік бола ма ол жерде, өйткені яқта көрермендер шулап жатады, иә? Сенде толқыныс болатын шығар ол кезде бәрібір. Қатты былай естімесін. Тек өзіңгін істейсің. Қалған тренерлері айтады, бірақ қатты естімесін. Естіп қалғанды істеуге тырысасың ба қалай? Одан кейін рингті тоқтатып, біз сәл 1 минуттай демалдырады. Сол кезде айтады бәрін. Өйтіп істе, осылай істе. Жаңа осындай қателік жіберіп қойдың деген сияқты, иә? Қателіктерін бір түсіндіріп шығамыз сол жерде спортшыға. Одан кейін ары дальше өрлесіп кетеді. Қанша раундта тұрады негізі? Раундқа бөліне ма? Үш раунд. Үш раундта негізі ұпай бар ма? Мынанша жинау керек деген сияқты. Ұпайлары бар. Әрбір удар ұпай. Басқа тигізсе 1 ұпай, санға ұрса 1 ұпай, ішке тепсе 2 ұпай, аяғын қағып, аяқтан шауып тепсе 3 ұпай беріледі. Құлатса, иә? Ұпай разница бар. Жаңағыдай басқа спорттағыдай тұқырту дейді ғой, яғни қимылдатпай ұстап қалса деген сияқты. Жерге жатқызып, болевой тартып жіберуге болады қолға, етжак. Ол кезде абсолютті жеңе ма, қалай болады? Иә, жеңеді. Келеді нокаут. Бірінші ұрып аттар, қарсыласып бір отырып, награданы алып қайтып тұрып тұрса, шөт санайды бокстағыдай. Дайынсың ба дейді спортшыға. Если дайын болса, тағы тұрып істеді. Если тағы ұрып тастаса, уже тоқтатады спортшыны. Дайынсыз. Сондай несі бар. Жаңа айтып қалдыңыз, иә? Жұқа ағаш қойылған деп. Қанша метрге шыға ма негізі? Ұзындығы 3 метр. 3 метр. Ол сынып кетуі мүмкін, иә, кез келген уақытта? Аяқ сынбайды, тепе-теңдік, денен адам тепе-теңдігін ұстау керексіз. Мынау аяқтың басқан кезде, аяқтың осында аяқтың өзі тұрудың өзі шама қиындау. Осылай қимылдап тұра ма? Иә. Оны тепе-теңдікпен ұстап, өзіңіз ұстап жүгіріп өтіп кетесіз. Оның кішкене дайындық барысы болады бізде. Біз дайындаламыз оған. Бірақ алдына сразу бара салу қиын. Біз өзіміз арыста паласаны жасаймыз, осындай шпалдан өтетін ағашты қолдан істейміз. Соған тыңғылықты дайындап барып өтеміз, жарысқа барамыз, шығамыз. Дайынсыз қиын. Ол жерден қалай өтесің ағаштан? Сындырып жіберіп құлап қалып деген сияқты сәттер көп болған шығар? Жоқ, құлаған жоқпын. Тепе-теңдік ұстап, аяқты түзу емес, үстіп бассаң, сосын өзің тепе-теңін ұстап кетесің. Оның да өзінің тактикасы бар ғой, алдын ала көріп, үйреніп аласыздар ғой, иә? Өзінің ыңғайыңызға қарай. Бірақ оны да әркім өзінің ыңғайына қарай істейтін шығар, иә? Өзінің ыңғайына қарап қой. Ол жерде сол бірақ не тұра ма, әлде екеуі қатар тұра ма? Біреу тұрады. Екі жақта екі полоса тұрады да, екі спортшы бірдей өтеді да. Жүгіріп барып ағаш өссең, құлақ түсіп қалсаңыз, қайт басыңыз кетеді. Если 3 рет өте алмай қалсаңыз, болды. Абсолютно тұтасыз. Сондай тағы несі де бар. Өте тактикамен өте алмасаңыз, штрафной болады, ұтыласыз. 3 рет өте алмай кетсеңіз. Бұл жерден тез-тез өтіп кеткен дұрыс па, әлде жайлап? Енді тез-тез, даже болса тезірек өтуге тырысу керек қой. Тезірек өтуге. Ал жай өтсеңіз, уже сопернигіңіз сіз білмейсіз ғой, қалай дайындықтан келген. Ол тез өтіп кетуі мүмкін. Сонымен сіз ұтылып қалуы мүмкін. Сол себепті тез өтуге тырысу керек. Ойды жинау керек. Бірінші қалған ойды жинап өтсеңіз, арғы өтіп кетесіз. Бастысы әрбір секунд санаулы болады, иә? Иә, секунд санаулы. Қазір әлем чемпионатына дайындық жүріп жатыр. Қалай жүріп жатыр? Енді әлем чемпионаты өте жоғары қарқында өтіп жатыр қазір. Спортшылар 2 мезгіл жаттығу жасалып жатыр. Таңғы жаттығу сағат таңғы 7-те стадионда жасалып жатыр. 1 сағат кешкі жаттығу бар, тағы сағат 7-лерден кейін 9-ға шейін 2 мезгіл жаттығу жасалып жатыр. Осы Азиясы бар, әлем чемпионаты 2 мезгіл жаттығу жасалады. Салмақтарын реттейміз бұл спортшылардың. Тактикасын туралаймыз, стойкасын туралаймыз, қай жерде қалай қолдану керек, қалай жұмыс жасау керек.
одан кейін демалу жағында туралаймыз. Әр раунд сайын пульсін қарап отырамыз, қалай ұрылып жатыр, дыханиясы дұрыс жасалып жатыр ма, қатты нагрузка беріп жатқан жоқпыз ба спортшы. Бір жағынан қатты берсек те бұған да кері әсер тиеді, ол да бар. Одан кейін дұрыс шаршап қалуы мүмкін. Шаршап қалуы. Соған дұрыс тактиканы қолданып, асықпай бәрінде жаттығу барысын бағдарламасын құрып, одан кейін жасатамыз. И тамақ мәселесі де, оларды бет алды, анан жеуге де болмайды. Дұрыс тамақтандыруға тырысамыз, дұрыс тамақ жеуге айтамыз, бар қолдан келгенше. Сол. Тамаша, мына енді бізге берілген уақытта өз мәресіне жетіп, досты көрермендерге айтар ықылас тілектеріңіз болса, мархабат, сөз өздеріңізде. Ассалаумағалейкум. Амеба жекпе-жекке келіңіздер. Бұл спорт өте жоғары спорт, мықты спорт. Біраз бұл спорт енді танып келе жатқан спорт. Тілейтін осы Арыс, өзіміздің клуб атауымыз бар, Арыс Fight клубы. Бұл жерде көп жетекшілікте тренерлеріміз бар, жалғыз мен істемеймін бұл жерде. Көшкенбай, Берзат, Анықбай, Мади, Бақытжан, Олжас ағайларымыз бар. Тілеубек, Абылайхан ағайымыз бар. Жұмылдырып, бір спортшыны дайындаудың өзі оңай емес. 5-6 жаттықтырушы болып, жұмылдырып, жұмыс жасайын, қос жібек Досбол ағайымыз бар. Тілейтін. Құда қаласа осы алдағы әлем чемпионатында жеңіспен ораламыз, құда қаласа. Тамаша. Сен алып басарыңыз. Сәлем жолдасаң өзің достарыңа, отбасыңа немесе? Отбасыма сәлем жолдаймын. Тамаша. Керемет. Сіздерге де алғысымыз шексіз, бізге келіп осылай сұхбат бергендеріңізге, алдағы жарыстарыңызға сәттілік тілейміз. Қазақтың көк туын әлемдік деңгейде желбіретіп, жемісті, жеңісті күндеріңіз қашанда көп болсын.